Алматы қаласы Алатау ауданындағы нөмірі 26 жалпы білім беретін мектептің директоры Сейтахметова Галя Ақылбекқызы. Елімізді өркениетке апарар жолдың бастауында мектеп тұрады. Ал мектептің жүрегі мұғалім екені даусыз. Оқушыны білімге қызықтырып, өз әлеміне баурап алу үшін ұстазға дариядай терең білім, биік парасаттылық, еңбекқорлық керек. Ағымдағы 2021-2022 оқу жылында мектебіміздің әрбір пән бірлестіктерінен құрылған 13 lesson study топтары әріптестік серіктестік арқылы бір-біріне қолдау көрсетіп, ізденіс жолында аянбай еңбек атқарды. Әрбір бақылау нысанына алынған сабақтар жан-жақты зерттеліп, пән мұғалімнің айқындалған проблемаларды шешуіне кәсіби қолдау көрсетілді. Lesson study үдерісі арқылы топтасқан мұғалімдердің ынтымақтастық ортасы қалыптасады. Бір-біріне деген ашықтық пен сенімділік орнайды. Әріптестер бірлескен орта құрып мақсатқа жетуге тырысқан жағдайда көздеген мақсатқа жетуге болады. Яғни сапалы білім беріледі. Білім алушыларымыздың сабақ оқуға деген ынтасын арттыруға болады. Олай болса, lesson study үдерісі, яғни сабақты топтасып зерттеудің педагогтердің кәсіби дамуына үлкен мүмкіндік беретініне куә болып отырмыз. Алдағы уақытта бұл үдеріс жоспарлы түрде жалғасын таба бермек. Бір-бірімізге сәттілік тілеп алайықшы бүгінімізге. Барлығыңа да сәттілік, бүгініміз еңдерің ашылсын. Бұл бізде бірінші топ. Көріп бақыңды біз қайталау сұрақтарына көшейміз. Бір бергенде 7, жақсы. Бізде арасындағы бірлік кезінділер бірдей болмай тұр, содан кішкене қиындық туындайды. Okay. No. Okay, put up with Serves the internet for too long. Okay. What kind of habit is it? A lack of sleep can have serious effects for people of all ages. Please, doctors, start. Do you have a healthy breakfast? Ya, керемет. Олай болса, барлықтарыңызға бүгінгі